Сәлеметсіңдер ме 6 сынып оқушылары? Бүгін Python тілінде программалау бөлімінің келесі тақырыбын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы арифметикалық амалдардың жазылу ережелері. Оқу мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Алдыңғы сабақта деректердің типтері тақырыбын қайталау мақсатында мына тапсырманы бірге орындап көрелік. Жекелей орындайтын болсақ, экранда көрсетілген QR-кодты сканерлеу арқылы не болмаса тапсырманың астыңғы бөлігіндегі жазылған сілтемемен өтеміз. Тапсырма. Берілген мысалдарды типтеріне қарай сәйкестендіріңіз. Ал бірге орындап көрелік. 74 саны, яғни оны біз жолдық типке алып келеміз. Минус 2388,7. Бұны біз нақты типке жатқызамыз. Келесі 2,5 нақты типке жатқызамыз. 3000 деген сан шықты. Бүтін типке жатқызамыз. True логикалық типке жатқызамыз. Бір саны, яғни тырнақшаның ішіндегі бір саны жолдық типке жатқызамыз. Минус 13 бүтін типке жатқызамыз. Минус 64,54 саны нақты типке. 539,2 нақты типке жатқызамыз. Теңдік таңбасы тырнақшаның ішінде жолдық типке жатқызамыз. Минус 572 санын бүтін типке жатқызамыз. 940 саны бүтін тип. Веб жазуы апострофтың ішінде жолдық типке, және де false мәтінін логикалық типке жатқызамыз. Ал енді тексеріп көрелік. Жарайсың, тапсырманы дұрыс орындадың. Бүгінгі сабақта Python'да арифметикалық өрнектерді орындалу ережелерімен танысасың. Математикалық өрнекті программалау тілінде жазуды үйренесің. Программалау тілінде де математикадағыдай өрнектерді орындаудың өз ережесі бар. Python'да арифметикалық өрнектерді орындау ережелері. Бірінші, өрнекте жақша болған жағдайда жақша ішіндегі амал бірінші орындалады. Екінші ереже, егер өрнекте бірнеше жақша болса, онда амалдарды орындау ішкі жақшадан басталады. Кестеден көрініп тұрғандай, дәрежеге шығару амалы мен көбейту бір өрнекте келсе, онда бірінші дәрежеде көтеру амалы орындалады. Арифметикалық амалдарды орындаудың тағы бір ережесі, өрнектер бір қатарға жазылуы тиіс. Өрнекте кездесетін бөлшек сызығы жақшалар арқылы бір қатарға жазылады. Python тілінде арифметикалық амалдарды жазу мүмкіндігінше қысқартылған. Мысалы, А тең жақша ішінде А қосылған Б толық жазылуы программада А қосылған тең Б қысқартылған күйінде жазылады екен. Амалдарды орындаудың қарапайым стандартты функцияларын қарастырайық. Кестеге қарасақ, бірінші функция ABS саны модулін береді. Int функциясы бөлшек санды бүтін санға айналдырады. Round санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайды. Стандартты функцияларды қолданып, қарапайым программа кодын Python'ның онлайн компиляторында жазып көрелік. Бірінші, x тең, x айнымалысы тең 5,16 санын жазып қойық. Y тең 5,189 санын жазайық. Келесі, экранға шығару үшін print операторын қолданамыз. Print жақша ашылған. Енді санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайтын функцияны жазамыз. Round жақшаны ашамыз x
айнымалысын жазамыз. Келесі print round функциясы жақшаның ішінде y айнымалысы. Нәтижесін көрейік. Міне, нәтижесі шықты. Программа нәтижесін шығарып берді. Бірінші тапсырма. Математикалық өрнекті программалау тілінде жаз. Видеоны тоқтатып, жазған тапсырмаңның дұрыстығын тексеріп көр. Келесі екінші тапсырма. X, Y және Z айнымалылары бар өрнек берілген. Айнымалылардың кез келген мәндерінде осы өрнектің мәнін есептейтін программа құрастыр. Ал қане, программаны құрастырып, программа кодын онлайн компиляторды ашып, теріп жазып көрелік. Құрастырған программаңның дұрыстығын тексеріп көр. Оқушылар онлайн компиляторды ашып, екінші тапсырмадағы программамызды жазып көреміз. Бірге орындаймыз. Алдымен X айнымалысы тең. Бұл жерде бізде өрнекте стандартты функциялар көрсетілген, сол себепті нақты типті сипаттаймыз. Нақты типіміз float. Ары қарай жақша ашылған input. Жақшаны ашып жабамыз. Input енгізу операторы. Y айнымалысы дәл сол жолды жазамыз. Float. Input. Жақшаны ашып жабамыз. Яғни айнымалыны енгіземіз. Z тең float. Z-ке де дәл сол сияқты жолды жазамыз. Енді өрнегімізді жазамыз. A айнымалысы тең 2x квадратты x көбейтілген x деп көрсетеміз. Минус y көбейтілген z. Бөлшектің бөлімінде ABS x минус 9 көбейтілген z. Келесі бөлшек 6x 6 көбейтілген x минус z. Бөлшек сызығы 8 көбейтілген x көбейтілген z. Минус 2 көбейтілген y деп жазамыз. Ал енді нәтижесін көру үшін print операторын жазамыз программа соңында. A айнымалысы жақшаның ішіне жазылады. Нәтижесін көрелік. Ал енді нәтижесін көрейік. X айнымалысына 1, Y 2, Z-ке 1 айнымалысын жаздық. Нәтижесі 3,625 санын шығарып берді.